Құрметті оқушылар, сіздермен Балжан апайларыңыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз география ғылымының зерттеу пәні және тармақтары. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсатына келетін болсақ, бүгін біз география ұғымымен танысып, және оның зерттеу нысандары мен салаларын ажырата білуіміз керек. Жалпы енді география ұғымымен танысайық. География ол бізге жердің қойнауларын, жер бедері мен климаты, мұхиттар мен теңіздерді, топырақтарды, өсімдіктер мен жануарлар әлемінің таралуын, халықтың қоныстану заңдылықтарын, дүниежүзі шаруашылығын зерттейтін жер туралы ғылымдар кешені болып табылады. Жалпы география ұғымын бізде ғылымға Эратосфен енгізген болады. Ол бізде география ғылым ретінде бізде 3-ші ғасырда ежелгі Грекияда, Балқан түбегінде дамыған болады. Жалпы Эратосфен география ұғымын жерді сипаттауға арналған еңбегінде жазған болады. Грек тілінде аударғанда гео жер, графо жазамын деген мағынаны білдіреді. Жалпы география бізде климатты, топырақты, өсімдіктер мен жануарлар әлемін, халық және шаруашылық, дүниежүзі елдері туралы үлкен зор ақпарат беретін ғылымдар кешені. Енді географияның зерттеу нысандарына тоқталатын болсақ. Географияның бізде 2 нысаны бар. Біріншісі ол жердің геосферасы. Бұл дегеніміз литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера. Литосфера бұл бізде тасты қабат. Бұл жердің құрылысы, жердің ішкі қабаты болып табылады. Бұл жерге бізде жалпы жердің құрылысын жатқызамыз. Литосфераға. Одан кейін бізде атмосфераға қабаты, бұл ауа қабаты. Гидросфера, бұл бізде су қабаты, жалпы судың құрылысы, судың бөлінуі туралы айтылады. Ал биосфера бізде тіршілік қабаты, бұл жерде өсімдіктер, жануарлар, олардың таралуы туралы қабаттар. Жалпы сфера деген мағына ол бізде шар деген мағынаны білдіреді. Ал лито деген тас, атмо деген ауа, гидро деген су, био деген тіршілік деген мағынаны білдіреді. Ал енді географияның геожүйелеріне тоқталатын болсақ. Жалпы геожүйелерге бізде ландшафттар, табиғи аумақтық кешендер, шаруашылық және басқалар жатады. Енді біз география ғылымының салаларына тоқталайық. География бізде 4 салаға бөлінеді. Біріншісі физикалық география. Ол физикалық география, жалпы физика ұғымы бұл табиғат туралы ғылым екенін білеміз. Жалпы физикалық география табиғат құбылыстарын, табиғатта болатын процестерді зерттейтін өзіндік топтарға бөлінеді. Бұл ғылымдар жалпы физикалық география, геоморфология, климатология, гидрология, топырақ географиясы, биогеография болып бөлінеді. Жалпы физикалық география ол жалпы атау айтып отырғандай, жалпы физикалық құбылыстарды, табиғатта болатын құбылыстарды жалпы қамтыған географияның бір саласы. Енді бірі геоморфология. Геоморфология ол жалпы жердің құрылысының пайда болуы, ол қалай дамыды, сол туралы, ол қалай бөлінеді, сол туралы зерттейтін ғылым болып табылады. Келесі бізде климатология. Климатология ол атау айтып тұрғандай климаттың қалыптасуы, оны қалыптастырушы факторлар, ауа райы туралы ғылым болып табылады. Келесі бізде гидрология. Гидрология ол бізде гидро деген су деген мағынаны білдіреді. Жалпы судың құрамдас бөліктері, су қалай қалыптасты, судағы тіршілік дүниесі туралы ғылым. Одан кейін топырақ географиясы. Топырақ географиясы ол бізде топырақтың таралуы, топырақтың түрлері туралы ғылым. Келесі бізде биогеография. Биогеография жалпы био деген тіршілік мағынаны білдіреді. Биогеографияда бізде жануарлар, өсімдіктердің жалпы таралуы туралы ғылым. Енді қоғамдық географияға келетін болсақ. Қоғамдық география өзі аталып тұр. Қоғамдық деген адамдардың жалпы қоғамдық ғылымдардың қосындысы. Жалпы оған бізде экономикалық география, әлеуметтік география және халық географиясы, саяси география жатады. Экономикалық география ол елдердің экономикасын, оның даму көрсеткіштерін көрсететін сала болып табылады. Әлеуметтік география ол халықтың әлеуметтік жағдайларын, олардың таралуын, әлеуметтік теңсіздіктер туралы ғылым.
халық географиясы. Жалпы бұл да халықтың пайда болуы, халықтардың таралуы туралы ғылым. Саяси география. Саяси география жалпы мемлекеттердің орналасуын, олардың бір-бірімен деген байланыстарын, шекаралық байланыстар туралы ғылым. Енді табиғи қоғамдық география. Байқасаңыздар, табиғи қоғамда екі түрлі мағына білдіріп тұр. Табиғи дегеніміз жалпы физикалық география, және қоғамдық деген қоғамдық географиялық, екеуінің қосындысы. Бұл дегеніміз табиғат пен адамдардың байланысынан туындаған ғылымдар кешені. Оған бізде геоэкология, бұл бізде жалпы табиғатты қорғау, оны тиімді пайдалану туралы ғылым. Одан кейін тарихи география, ол бізде жалпы географияның пайда болу тарихы, әрбір нысандардың өзіндік тарихы туралы ғылым. Бұл жерде тарихи оқиғалардың маңызы туралы айтылады. Табиғат ресурсы. Табиғат ресурсының географиясы бұл жалпы ресурстардың таралуы, олардың шығуы туралы ғылым. Рекреациялық география. Рекреациялық география деген адам қолынан жасалған, қорғалатын, жалпы адамдарға демалуға көмек беретін аймақтарды айтамыз. Рекреациялық аймақтарға бізде мысал келтіретін болсақ, жалпы Сарыағаш демалу орталығы, жалпы Көлсай көлдері, жалпы демалатын саябақтар болып табылады, табиғи саябақтар. Одан кейін медициналық география. Жалпы медициналық география дегеніміз адамдардың денсаулығына пайдалы өсімдіктер, жалпы жануарлар дүниесі, жалпы медицинаға керекті дәрі-дәрмек жасауға керек нәрселерді сол туралы зерттейтін ғылым болып табылады. Жалпы таралу бойынша. Енді төртінші бізде картография. Картография ол атау айтып тұрғандай карталар туралы ғылым. Картография өзі гаш технологиялар туралы айтылады, жалпы карталардың түрлері туралы ғылым болып табылады. Енді осы тақырып бойынша жалпы география ғылымының әрқайсына және тоқталып айтылып шықты. Енді бұл кестені өздеріңізге түсіріп алып, жалпы жазып алуларыңызға болады. Негізі ішіндегілердің бәрі айтылды. Келесі, сіздерге кішігірім 5 тест ұсындым. Осы 5 тестті шешіп көрейік. Жауаптарын өздеріңізге белгілеп отырыңыздар. Сонда жауап нәтижесін көрсетемін. Так, бірінші сұрақ. Жер туралы ғылымдар кешені. Геология, климатология, география, экономика. Қалай ойлайсыздар? Жауабын жазып отырыңыздар. Келесі, география ғылымының негізін салушы. А. Геродот, В. Страбон, С. Птолемей, Д. Эратосфен. География ғылымы пайда болған түбек. А. Пиреней, В. Балқан, С. Юкатан, Д. Скандинавия. Жер бедерінің құрылысы, шығу тегі, даму тарихын зерттейтін сала. Геохронология, геоэкология, гидрология, геоморфология. Келесі, 5-ші сұрақ бізде географиялық қабыққа жатпайды. Атмосфера, гидросфера, экзосфера, литосфера. Жақсы. Жалпы 5 сұрақ аяқталды. Енді жауабын тексеріп көрейік. Дұрыс жауаптар осылар. Бірінші жауап С, 2-ді, 3-в, 4-ді, 5-сі. Барлығында дұрыс жауап берді деген ойда. Енді сіздермен қорытындылайық. Жалпы бүгін бізде география ғылымымен таныстық, оның салаларын, жалпы таралу туралы білдік. Назарларыңызға рахмет.